Я дико извиняюсь. Осы адам, осы міне құрметті адам, сіз қайдан келдіңіз? Мен осы Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданы. Жәнібек ауданында негізі Ноғайлар жері. Көпшілігі Ноғайлар. Жәнібек, Орда аудандары Ноғайлардың тұрған жерлері. Ертарғын батыр Ноғайдың, біздің Ноғай батыры. Ертарғын деген батыр бар. Сол ертеден біз сол шекараны күзетіп қалған Ноғайлар. Еділ бойын, анда Торғын дейтін өзен бар, Торғын. Паласовский район, Россия. Торғын. А это не Торғын, это Тарғын. Река Тарғын. Это біздің ата-бабаларымыздың Ер Тарғынның атына жазылған. Менің достым бар. Кулик бар анда. Сел Кулик, да? А это бабасы Ер Тарғын, Қартқожақтың, бізде жыр бар ғой, Қартқожақтың бабасы Ер Күлік деген болған. Вот соның атына Кулик называют. Біздің ата-бабаларымыздың жері. Дағыстанда менің жақсы достым бар ғой, тоғаным не Ноғай барында, Янгурчи Аджиев. Мен осында айттым, мен осы татар Оренбург жоқ, сен Ноғай де. Мұнда татарлардың бәрін Ноғай де. Сонда міне сен, анда мен бардық Гагаузияда, ауылларда көрдік, осында тамғалар, Ноғайлардың, ескі Ноғайларының түгел, родовой, родовой знак Ноғайский. Ол Ноғайларды мына енді шыны керек қазір ашылып жатыр ғой тарих. Мына орыстар Ноғайларды қысым жасаған. Сол кезде біздің мына Нұралы ханнан жер сұраған Ноғайлар келді. Сол бір 10 үй кірген, қазір ол уже бірнеше ата-баба болып, бізге қазақтар болып кірме руында кіріп кетті. Білем. Білсеңіз сол. Біздерде ата-бабаларымыз тегі сондай. Аважи бәрімізде біз түрк халқымызға төбе бір Қыпшақ қой біз, Қыпшақ. Түркі деп айтады біздер. Қыпшақтар бәрі. Қыпшақ халқы ата-бабалар. Екі татар тілдері бар. Негізі сол. Енді мына біздің мына Ордадағы ханымыз біздің Жәңгір хан, кіші жүздің ханы Жәңгірдің жолдасы Фатима ханым, татарка болған. Біздің бабаларымыз міне сол жерден тараған ғой, жартылай татар, жартылай сосын Ноғай болып кеткенбіз. Ханым қазір біздерде кесенесінде мавзолей, Ордада тұр. Фатима ханым мен Жәңгір хан екеуі бір жатыр. Фатима, мында барып қарау керек. Соны мен Татарстанға барғанда айтқам, ал олар білмейді. Ол жағдан историяны аздап кішкене жасып қалған ғой. Сосын бірде Назарбаев Татарстанға барғанда мен естіген әңгіме, музейді көрсеткен, сол кезде 2-3 рет өткізген. Қазақтың хандарының қасынан. Сонда бұл жерден өттік қой деп ана интересно байқамағым. Сіз не байқадыңыз дегенде байқамадым. Мына кісіні қараңыз деген. Жаңағы Жәңгір ханды үлкен етіп түсірген бастан аяға. Қалған хандар, Абылай хандарда бәрі портрет только. Бұл неге дегенде, ол енді главный Абылай хандар, оны бізде кіші жүз. Ана сізде біз Жәңгір хан біздің күйеу бала. Вот сондықтан біз сыйлаймыз. Міне осы біз үшін ол өте қымбат деген. Сонан кейін Назарбаев келіп сразу бізде кесене болған жоқ. Ордаға указ берген. Жәңгір хан дейтін кім? Ол өзі алмай тұр ғой. Ол өзі хан болғасын жерде ескере ма? Келіп, соны тарихты қарап, әкеліп Жәңгір ханға мавзолей, Фатима ханым екеуіне мавзолей аштырды. Царица, патша, ханым болды бет, Сүйінбеке, Қазанда манарасы бар. Бізде Шалғы шаһарында, қаласында 500 миллион адам, сонда проспект Сүйінбеке бар ғой. Бар, Сүйінбеке облысы, Ноғай. Татар неге барғанда танысып, Татарстанға барғанда танысып. Сосын бір заманнан маған тағы интервью бересіз, міне осында өзбек бауырымыздан интервью алуға керек. Рахмет. Менің есімім Серік. Сізде ру бар ма Ноғайларда? Бар. Руың не? Шеркеш баласымыз. Қазақшы, я же Шеркеш. Мен саған көрсетем, Шеркеш Одессада маған yazды ғой Туманчин Шеркешларны мен қарап жерем осында. Уральскийда Шеркеш бар. Жалбаевны орамда көшеде бар. Маған адресін яздылар. Сен Шеркеш? Ойбай, Шеркеш. Атым Серік, фамилия Қарабалин. Жақсы. Рахмет. Рахмет сізге.